Лұқман хәкімнің тәрбиесіне байланысты көнегөз қариялардан естіген мынадай ғибратты қағида бар. Ғұламаның бір шаһарда екі үйі болыпты. Бірі зәулім, іші хан сарайымен барабар үлкен. Екіншісі ешкімнің назарын аудара қоймайтын жатаған, әрі кепедей тым тар үй көрінеді. Бірде Лұқман хәкім осы үйлерін сатып басқа жаққа көшуге жиналыпты. Қазіргі күннің өлшеміне салсақ, үлкенін қымбатқа, жұпыны үйін арзан бағаға сататыны белгілі. Бірақ олай емес. Керісінше, кең сарайлы үй арзанға, ал лашығы қымбатқа бағаланады. Сонда сатып алушы хәкімнің мұнысын түсінбей, бұлай етуінің жай жапсарын сұрайды. Лұқман хәкім, мына үйімнің өте тар лашық екені рас, бірақ қасымдағы көршім жақсы адам еді. Ал бұл Алла тағаланың бұйрығымен ғана нәсіп ететін бақыт. Дүниені шырайын алсаң да, ондай жандарды таппайсың. Сондықтан мен үйдің құнынан жайсан көршімді жоғары бағаладым депті. Бүгінде ел арасында айтылып жүрген қоныс сайламас бұрын көршіңді сайла, үй алма, көріш ал деген мәтелдер содан қалса керек. Қазақ әдетте Құдай қосқан көршім деп қоңсына ақ тілеуіне, ниеті мен пейіліне қарай қабылдайды. Басыңа іс түскенде қысылтаяңда алдымен көмекке келетін көршің. Арайлап атқан әр таңды амандықпен бірге қарсы алатын да, батар күнді ұясына бірге қондыратын да, тіршілігіндегі жалғыз куәгер ол көршің. Содан да алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық. Жақынның жаманын мақтама, көршінің ала жібін аттама. Отты үрлей берсең өшіресің, көршіні күндей берсең көшіресің дегенді ата бабамыз бекер айтпаған.